Бір түлкі 7 бөрін алдайды. Талай бөрінің түбіне түлкі жеткен. Түлкі төңірегінде айтылатын мақал-мәтел осылай жалғаса береді. Ит тұқымдас, құйрығы ұзын, терісі бағалы, осы аң ертегі аңыз атаулының тұрақты кейіпкері. Қулығына құрық бойламайды. Қашқанда ізін білдірмей құтылып кетеді. Жүргенде бағытын күрт өзгертіп, қуғыншының есін шығарады. Қулығы аң аулағанда таптырмас құрал. Өйткені сирағы қысқа, содан жүйрік емес. Алайда жемтігін алыстан сезіп, байқатпай бас салады. Бұл жағынан оған теңесер жыртқыш жоқ. Мейлінше шыдамды. Қоянның інін ұзақ аңдайды. Іннің аузын түлкі білер деп бекер айтпаған. Қорек талғамайды. Әйтсе де сүт қоректілердің еді, оның жеңсік асы. Сонымен қатар жеміс-жидек және түрлі жәндікпен қоректенеді. Жауын құрты мен құмырсқаны теріп жейді. Тіпті өлікседен де жиіркенбейді. Орман тоғайды мекендейтін түлкі көбіне тышқан сияқты ұсақ кеміргіштермен қоректенеді. Оның тышқан аулағаны қызық. Түлкі шөптің арасына немесе қыстыгүні омбы қардың астына тығылады. Сөйтіп, елеусіз әрекетті қалт жібермейді. Жемтігін байқаған сәтте тұтқиылдан секіріп бас салады. Егер тышқан ыстылып шығып, ініне тығылса, немесе қардың астына кіріп кетсе, түлкі дереу аяғымен жерді қаза бастайды. Бұл жерде жылдамдық пен әбжілдік сынға түседі. Мұндайда көбіне пысық түлкінің жолы болады. Ертегіде қасқыр мен түлкі қоянның басты жауы. Бірақ шын мәнінде ұшқыр әрі жылдам қоян түлкіге жеткізбейді. Содан болар, түлкінің қоян ұстауы сирек байқалатын құбылыс. Ал ор қоян кішірек болғандықтан түлкіге оңай жем болады. Түлкі әдетте жалғыз өмір сүреді. Тек көбейетін кезде жұп құрады. Мұндайда екеуі інге жайғасады. Түлкінің іні жер астындағы бұралаңы мол торап секілді. Іннің бірнеше аузы бар. Қауіпсіздік мақсатымен осылай жасалады. Іннің аузы көбіне ағаш тамырының түбінде. Жыртқыш атаулы кіріп кетпес үшін аузы тым тар болып келеді. Түлкі баспанасын өзі дайындайды. Қажет болса, өзгенікін тартып алады. Суыр немесе ор қоянның інін тартып алу ешқандай қиындық тудырмайды. Бұрынғы қожайын түлкінің қорегіне айналады. Бірақ борсық сияқты ірі әрі күштірек жануарды жайлы баспанасынан қуып шығу оңай шаруа емес. Борсықтың інін тапқан кезде түлкі бойындағы бар қулығын іске асырады. Іннің иесі кеткенін пайдаланып ішке кіреді. Сөйтеді де, ол жерді былғап кетеді. Ал тазалыққа құмар борсық үйіне орала салысымен інді тазалауға кіріседі. Бірақ сыртқа шықса болды, түлкі қайтадан ластайды. Ақыры борсық баспанасын тастап кетуге мәжбүр болады. Баспанасын реттеп алған соң, түлкілер өмірге ұрпақ әкелуге кіріседі. Табиғатта түлкі секілді
қамқор жануарды кездестіру қиын-ақ. Қанжыр деп аталатын ұрғашысы бастапқыда түлкішектерді бір сәт көзден таса қылмайды. Күшігін кей жерде жаутаң деп те атайды. Бұл кезде тамақты еркегі тасиды. Содан кейін екеуі алас ұрып қорек іздей бастайды. Себебі ашқарақ күшіктерді тойдыру оңай емес. Асылы түлкінің еркегі жанашырлығымен ерекшеленеді. Тіпті еркегі өлген күннің өзінде ұрғашысы қараусыз қалмайды. Жетім қалған түлкішекке қамқор болуға дайын тұратын жалғыз басты түлкі қашанда табылады. Кейде жалғыз жортқан түлкі жаутаңның әкесімен таласқа түсіп, оның орнын тартып алуға тырысады. Мұндайда кім күшті, сол жеңеді. Қанжыр жеңімпазды мойындайды. Күшіктерінің әкесі болса да, жеңілген түлкіден іргесін аулақ салады. Оған еркек түлкінің мықты әрі епті болғаны керек. Ол отбасын асырап, күшіктерге қорған болады. Түлкінің ит тұқымдастар тобына жататыны баршаға белгілі. Дегенмен түлкі мысық секілді, тырнағын ішіне бүгетін осы топтың бірден-бір өкілі. Тіпті оның көзі де мысықтікіне көбірек ұқсайды. Қарашығы тік орналасқан, ал ит тұқымдастардың қарашығы домалақ боп келеді. Жалпы түлкі атаулы бізді айналаға басқаша көзбен қарауға мәжбүрлейді. Кәдуілгі өрістен шығып, ақыл-ойға ерік береді. Ол барып тұрған айлакер, қоршаған ортаға бейімделу қабілеті таң қалдырмай қоймайды. Түлкі осы қасиетімен бізге кеңес беретіндей. Яғни нақты ахуалды өзгерте алмасаң, онда оған бейімделуге тиіссің. Әрине, өзіңе тиімді жағын ұмытпаған жөн. Бұл үшін айналаңа ыждахатпен зер салған абзал. Жіті назар аударып, қимыл әрекетіңде табандылық байқалуы тиіс. Міне, осы қасиет түлкінің бойынан табылады. Тағылым аларлық өнегесі де осында. Расында, түлкінің ақылды әрі еңбекқор екенін барлығы мойындайды. 2009 жылы ағылшын баспасөзі жұртты елең еткізген үлкен мақала жариялады. Мақалада кішкентай түлкінің басынан кешкен қызықты оқиғасы баяндалады. Байқұс түлкішек тұзаққа түсіп, 2 аптадай құрсауда жатады. Ақыры оны жануарларды қорғау жөніндегі қоғам қызметкерлері құтқарып алады. Түлкінің күшігі ауыр жарақат алғандықтан өз бетінше тұзақтан шыға алмады. Басқа жануар болғанда оқиғаның соңы қайғымен аяқталар ма еді. Бірақ біздің кейіпкеріміз аман қалды. Өйткені 2 апта бойы күшігіне азық тасыған анасы өлімге жол бермеді.